Сол кезде келгенде Қазақстан сіздерге қандай әсер берді? СДУда этникалық оралған иммигранттардың кездесулері болып тұра ма? Студенттік өміріңізде егер бір сәтті өзгерткіңіз келсе, я бір нәрсені, нені өзгертер едіңіз? Бәрібір кішкене өзгешелік болған жерде басқаша қараулық болады, сенен басқаша бір заттарды күтеді адамдар. Адам табиғатында бар ғой ондай заттар. Мен сақтасым айтты, сол сұрақ сұраған. Жоқ, Дина, сен уайымдама деді. Дина, сен уайымдама, сен енді оқуға түсіп отырсың, сен енді ғана СДУға келдің, сен қытайша оқыдың, сол себептен қазақша дұрыс кейбір кезде қазақша мүмкін жеткізе алмайсың ойыңды, орысша білмейсің, ол түсінікті. Педагог болғаннан кейін барлық зат өзгергің келіп тұрады. Сол себептен енді әрине қытайша білген соң мына коммуникация, араласу осындай өте маңызды, тіл білген соң кейін.